алдау операциясы өтті ма? Өтті, конечно. Көрген жоқсыздар. Сізге еңлікті неде жамандады? Ештеңе Жамандаған жоқ. Кішкене соза тұру керек еді. Сол кезде біліп алатын едік, иә? Расолдың неде бар? Бетім ұзақ кетті ғой сен. Ұялып тұрмын сіздердің еңлікті жамандағаның үшін ұялып тұрмын мен. Ойбай, жамандаған. 101 роза керек деп айдаспаннан шығардың ғой. 1001 дедім. 1001. Иә. Неге мен сонда достойын емеспін ба? Үйленуге сылсыған кезде бір рет берсін ба? Ну, Емес па? асырап емес деп ойлаймын. Ну енді маған ол күнде бермейді ғой. Енді 1001 роза берді. Асып барса бір апта тұратын шығар, одан соғып қалады ғой. Зато сол бір апта мен қандай эмоцияда жүремін, ойлашы? Мен қандай бақытты болдым. Расул мен Әсемнің көңіл күйі қалай екен? Бәрі дұрыс па сіздерде? Бәрі жақсы ма? Әсем мен Расулдың руы қандай дейді? Менің руым арғын. Әсемдікі? Адай? Негіз сұрамадыңыз ба? Білесіз ба? Бәсе қалай руды сұрамауға болады деп ойлап қалдым. Адайдың қызсыз ба сіз? Кешегі Күнде ана көремін да, мен ең бақыттымын деп Не айтамын. естелік болып қалатындай сыйлық. Я буду знать, что я любима. Мені жақсы көреді деп күнге азында ұйқыдан оянамын да, мен бақытты боламын. Күшті емес па? Сол гүлдің Кешегі орнына мысалы 101 розамда мен андай азанмен тұрып иіскеп, солай құшақтап мысалы да. Күшті емес па? демек гүлдің саны маңызды дейсің ғой. Я люблю цветы, я люблю за ними ухаживать. Моя мама любит андай Қандай гүлді растения. жақсы көресің? Я люблю пионы. Ну, хотя пионыйды өмірімде бір 3-4 рет қана алғанмын, но люблю пионы. Все. Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін менің күнім емес, себебі бүгін бүкіл планым менің быт-шыт болды. Мен негізі бүгін түнде Астанаға кету керек болдым. Бірақ Астанада кездесетін адамым маған келетін болды наоборот. Ойлағым ғой 2 күн Астанада кішкене развеюсь, қыдырып істемін десем, мен аплым болып қалды. Айданы жоқ эфирде жетім қыз сияқты жүремін жалғыз өзім.